балам, мен саған бір ертегі айтып берейін. Бұл ертегінің аты «Қарлығаштың құйрығы неге айыр». Жан-жануарлардың бәрі жиналған кезде олардың ортасына жылан кетті. Ақырын елелен деп. Сосын ол жан-жануарларға айтты: «Дүниедегі жануарлардың ең қоры, ең нашары мен екенмін» депті. Ал неге? Өйткені жылан бүйтіп айтыпты оған: «Менің сендер сияқты аяғым жоқ. Менің сендер сияқты қолым да жоқ. Мен сендер сияқты көтеріліп жүре де алмаймын. Мен тек жер бауырлап қойғанмын. Және сендердің тілдерің бүтін, ал менің тілім айыр» деп айтыпты. Білесің ба? Жыланның тілінде екі айыр болады, а біздің тіліміз бүтін болады. Содан сөйтіп көзінің жасын төгіп жылағанда жануарларға шынымен жаны ашыпты. Содан жылан айтыпты: «Осы менің көңілімді аулап, жағдайы нашар ғой. Осыны бір патша қояйық деп те айтпайсыңдар ғой» деп жылапты. Сосын жануарлардың бәрі ойланыпты да: «Осыны патша қояйықшы. Тақта ғана отырады, бізге бұйрық береді. Жүре алмайтын, білмейді, қолын да байқатпайды. Өстіп бізге патша болсын» депті. Сонымен бәрі келісіп жыланды патша болды. Жылан патша болып бірнеше жыл өмір сүрді. Айтқанын орындатып, сосын күндердің күнінде жалығыпты да: «Мен шіркін жер жүзінің патшасы болсам» деп ойлапты. «Ал жер жүзінде патша болсам, қалаған тамағымды жеймін» депті. Сосын ойланып, осы қалаған тамағымды мен шынымен татқызайыншы деп ұшатын құстардың бәрін жинапты да: «Маған ең тәтті тамақты іздеп тауып беріңдер» депті. Өсімдіктерді де іздеңдер, суды да іздеңдер, жәндікті де іздеңдер, жануарларды да іздеңдер, бәрін іздеп, бірақ ең тәтті тағам тауып беріңдер депті. Сонымен ызыңдап маса кетіпті, зуылдап инелік кетіпті, күбелек кетіпті, бәрі кетіпті. Содан ай жоқ, апта жоқ, бір күндер олар қайтатын уақыт болыпты. Содан жол жөнекей маса алдына түсіпті, инелік біресе ары ұшып кетеді, біресе бері ұшып кетеді, күбелек анаған олардың бәрі артта қалыпты, ең алдында маса келе жатты. Бір уақытта масаға қарап қарлығаш кездесті. Қарлығаш айтты: «Масеке, сен таптың ба ең тәтті дәмді нәрсені?» депті. Маса айта қоймапты, патшаға қарай асыпты. Сонда қарлығаш оны алдауға көшіпті: «Маса, сен айтқаныңнан қайтпайтынсың, бір беткейсің, тапсырманы керемет орындағышсың. Сен патшаға мен тапқаныңды біліп тұрмын, бірақ сол нені тапқаныңды білмей тұрмын. Сен ақылдысың. Мен қайта сағынғанда ақымақпын, денем дәу болса да. Ал сен кішкентай болса да ақылдысың. Айтшы маған» депті. Сөйтсе айтты: «Жарайды, сонша мақтадың ғой. Мен сондай мақтауға лайық болсам айтайын. Ең тәтті нәрсе адамның қаны екен». Маса шағамадың ба? Қан жейміз бе? Иә, сол адамның ең тәтті қан адамның қаны екен депті да ұша бастапты. Содан қарлығаш ойлапты: «Мынаны бірдеңе тоқтату керек. Мына қанды жеткізбеу керек, әйтпесе жылан біткеннің бәрі адамның қанына ғашық болады ғой» деп ойлапты да масаның артынан тағы кетіп айтты: «Баяғыда шешем айтушы еді, ең тәтті нәрсе жеген адамның тілінде мөр болады. Кешетші, сен сол мөріңді көрген адам бақытты болады екен. Мен бір бақытқа келіп сенің мөріңді көрейінші. Сенің тілінде точно мөр бар» деп айтты. «Ал көш деп сөйлеп созғанда қарлығаш тілін жіберді. Маса тілсіз қалыпты. Бірақ патшаға қарай ұша беріпті. Қарлығашты артынан жүріп отырыпты. Бір уақытта патшаның алдына келіп, адамның қаны тәтті дегенді айта алмайды ғой, тілі жоқ. Дей беріпті. Маса зылдай ма? Білесің бе? Сөйтсе, патша айтпай: «Мынау жынырып қалған ба? Тілін жоғалтып ба? Мынаны кім түсініп тұр? Айтыңдаршы маған, не айтып жатыр?» десе, қарлығаш айтты: «Патшам, мен түсінбеймін. Бұл айтып жатыр, ең дәмді нәрсе топырақ екен» деп айтты. «Топырақтан дәмді нәрсе жоқ екен. Бүкіл дүние соған өседі ғой, топырақты» деп айтты. Ал маса тілі жоқ болғанмен құлағы естіп тұр ғой. Келеді де қарлығашты бір соғып кетеді, екі соғып кетеді: «Сенікі дұрыс емес, бұл дұрыс емес айтып тұр» деген сияқты. Сосын патша айтты: «Сен осы бірдеңе істеген шығарсың осының тіліне» деп тап берген кезде қарлығаш құша жөнелді. Бірақ жылан оның айыр тілімен құйрығының ортасын ұстап қалыпты. Содан қарлығаш ұшып кетті, бірақ ортасы құйрығының айыр болып қалыпты. Сен көрдің бе қарлығаштың құйрығы айыр екен? Иә. Қарлығаштың құйрығы айыр болады. Маса сол зылдаған бетінде қалыпты. Ал жылан түк түсінбегендіктен ол ылғи топырақты жалайды екен. Бағана қарлығаштың айтқаны бойынша. Сонымен қарлығаштың құйрығы неге айыр болғаны былай екен: ол кімге жан ашыды? Адамға жан ашты ма? Жоқ.
Қарлығаштың адамға жаны ашыды ма? Иә, ол адамның қанын жыланға бермеуге тырысты ғой. Масаның сол үшін тілін жұлып алды. Сондықтан, егер Маса сөйтіп айтып барса, адамның қаны тәтті десе, жыланның бәрі не жейтін еді? Адамның қанын жейтін еді. Сондықтан, қарлығаш кейін адаммен дос болып кетіпті. Ал жылан түк түсінбегенден топырақ жеп кетіпті. Топырақ жылайды екен. Түсіндің бе ертегіні? Иә. Басқаларға айтып бере аласың ба? Жақсы. Ертең інілерің мен қарындастарыңа осы ертегіні тағы бір айтып бер. Жақсы балам.